тексіз жерден келін алсаң осы ғой, артынан кәкір шүкір пиндоштан алған ба немене бәле мыналар. Бір бәле келеді ғой артынан. Ей, келін! Анам. Немене бәле мынаның материалдар. Жатпайды менің балам бұндайға. Шолыптарда мен өзімнің пастельдерімнен алған салшы. Немене бәле мынау артыңнан келген. Дүние. Әлі тамақ істемегенсің ба? Қаз, мам, қаз. Мынаны қосамай тұрсың ба енді газды? Ой, түк көрмеген ғой, түк көрмеген мына төркінде. 5 миллион ақша алып апардық артыңнан қалың малға. Сондақсы бергені 2 көрпемен 1 микроволновка ғой. Ең болмаса термомикс та бермепті ғой. Қазір мант істеп, қамыр жайып отыратын едің. Осы ғой, кедейден қыз алсаң көгермейсің. Ағайын туыс әулетке позор болғаның қалады ғой. Теңімен деген осы. Бай жермен құда болдық қой. Бай жер. Енді артынан келген дүниесін айта алмаймын. Тренд қой. Ана тақыр дейді. Келген жеріне құрттым қой. Күшті болды қой. Келін келді. Кел. Шай қой жібер келін. Мен өзім шашап келдім қазір жұмыстан. Өзіңіз іше берші. Қазір звондайын. Келін, маған подружкаларым келін шайға келе жатыр үйге қонаққа. Үйдің бәрін жинап дайындал. Мақма ертең қонақ келеді. Я что, вам служанка, что ли? Сен жинамағанда үйді кім жинайды? Жинаса үйін. Diamond сервис шақырыңызшы. Неме дейді? Diamond сервис. Не ол? Шымкенттегі номер 1 клиновая компания. Менің мамам үй жинайтын кезде всегда соларды шақырады. Мен түк жинай алмаймын олар сияқты. Олар профессионально жинайды.